Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Дрим канал. Бүгінгі видео жалпы Сержан Братан сериалына разбор талдау жасайтын боламыз. Бүгінгі видео сіздерге міндетті түрде ұнауы тиіс. Қолдау ретінде жағына лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бүгінгі видеоны бастаймыз. Сержан Братан сериалының негізгі режиссер және де сценаристі Алишер Утеев болып есептеледі. Қазіргі таңда Сержан Братан сериалы Сәлем Social Media хостингіне тиесілі. Сериалдың негізгі идеясы әрине ойдан құрастырылған, оған дәлел осы Сержан Братанның негізгі рөлде ойнауы. Сержан Братан 1997 жылдары криминал әлемінде қозғалған, авторитеті өте жоғары адам болған, алайда 1997 жылы мұздан ауыр соққы алып 23 жыл комада жатқандығын барлығымыз білеміз, және де ол 2021 жылы қазіргі уақытта комадан шығады. Мұндай жағдайлар, мұндай ситуациялар тек қана сериалда немесе фильмде болатындығы анық, алайда осы негізгі персонаждың негізгі рөлдегі ойнап жатқан адамның қазіргі кездегі жағдайларға, ситуацияларға реакциясы өте таңғалдырды. Бүгін сол туралы айтатын боламыз. Жалпы Сержан Братанның негізгі образынан келетін болсақ, ол 90-шы жылдары криминал әлемінде қозғалған, алайда ол негізгі принциптер мен ұстанымдары тек қана әділдікті көздеген адам екендігін аңғаруға болады. Бұл сериалда негізгі байқағаным 90-шы жылдары өмір сүрген Сержан Братанның қазіргі кездегі 2021 болып жатқан жағдайларға, ситуацияларға оның реакциясы кері байланысы өте таңғалдырды. Оған дәлел мына жағдайлар. Бірінші жағдай, Сержан Братан 23 жыл комада жатып шыққаннан кейін өзінің баласы Ержанға вайн түсіруге көмектескендігін барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, алайда түсірілген вайндардың комментарийсінде өте негативті комментарийлер өте көп болған болатын. Комментарийде Ержанға және де Сержан Братанның отбасына және сонымен қатар Сержан Братанның өзіне орынсыз тіл тигізу, балағаттау секілді өте көп негативті комментарийлер жазылған болатын. Сержан Братанның принциптері бойынша адамда орынсыз тіл тигізуге және де балағаттауға рұқсаты жоқ. Сол себептен де ол осындай негативті жазылған комментарийдегі әрбір адамдарды Instagram арқылы тауып, әрқайсымен жеке-жеке сөйлесіп, орындарына қойған болатын. Және де бұл ситуация, бұл қазіргі кездегі 2021 жылдағы адамдарға тікелей отсылка, және де қазіргі таңда жеке ойым бар деп комментарийға не болса соны негативтің барлығын толтырып жазып қоятын қазіргі кездегі қоғамдағы адамдардың бейнесін көруге болады. Сержан Братанның көз жұмып қарамаған ситуацияларының бірі, ол әрине жезөкшелік, ол бұрыннан да актуалды тақырыптардың бірі деп ойлаймын, алайда бұл серияда қазақ қыздарының олардың таңдауынсыз, оларды күштеп итермелеп жезөкшелікке салу секілді іс-әрекетін көргеннен кейін ол осы іске нүкте қойғысы келгендігін аңғартады, және де жезөкшеліктен бір қызды аман алып қалғандығын көреміз. Сержан Братан өзіне жұмыс іздеп жүріп өте көптеген ситуациялар мен жағдайларға ұшырайды. Солардың бірі кредитке кіріп кеткен қазақтың әжесін көреді, және де ол әйелі сатып алып берген телефонды қателеспесем қарызға немесе ломбардқа өткізіп, сол әженің кредитін және де болашақтағы төлейтін кредиттерінің ақшасын сол жерде тастап кетеді. Бұл іс-әрекеті маған 1990 жылдардағы қозғалған Қаныбекті еске салып отыр, себебі Қаныбекте жаяуға жалғыз атын тастап кете беретін болған, және де біздің елдің жігіттердің төресі әні осы Қаныбекке қарап шығарылған болатын. Төртінші жағдай, Сержан Братан өзіне жұмыс іздеп отыр. Ол жеке біреудің автокөлік жүргізушісі болып жұмысқа тұрады, және де ол белгілі бір ситуацияларды көріп қалады. Ол әрине қазіргі қоғамдағы болған феминизм қозғалысына отсылка жасалады. Ол жерде Сержан Братан бұл қозғалыстың және де бұл жасалып жатқан, айтылып жатқан әңгімелердің дұрыс емес екендігін олардың көздерін жеткізеді. Бесінші жағдай, Сержан Братан өзіне жұмыс іздеп жүрген кезінде қазақ жігіті орынсыз тәжік ұлтын балағаттаған үшін және де оған орынсыз тіл тигізіп дөрекі сөйлескені үшін қазақ жігітін соққыға жығады, және де қазақ жігітіндегі тәжіктердің документін, құжаттарын алып, тәжіктердің өздеріне қайтарып бергендігін көреміз. Бұлардан бөлек Сержан Братанның 12-ші сериясында Сержан Братан өзінің баласы Ержанға енді сенің вайның не болады деген сұраққа Ержан басыма қазір ақыл кіріп алсын, одан соң білім алып алайын, одан соң ютубқа көшемін деген сөздерді айтады. Жалпы бұл қазіргі кездегі Қазақстандағы күлкілі болмаса да вайн түсіріп, гиф арқылы өтірік подписчик жинап алған адамдарға ескерту, және де оларға талантты болсаңдар, сендерді ютубта күтеміз деген секілді ескерту жасады. Бұлардан бөлек Алишер Утеев, яғни осы Сержан Братанның режиссері және де негізгі сценаристі, Қазақстанның киноиндустриясына өте үлкен төңкеріс алып келген фильм «Рэкетир» фильміне отсылка ретінде, жеке құрметі ретінде осы бір «Рэкетир» фильмінің үзіндісін осы Сержан Братан сериалына қосқан, және де ол өзінің Instagram паблик парақшасында осы туралы жариялаған болатын.
Бұл нәрсені айтпасқа болмады, себебі көптеген көрермендер Инстаграмда, ТикТокта, басқа да әлеуметтік желілерде Алмаз Базарскийді Сержан Братанның кругында болған осы жігітке ұқсатқан болатын. Тек қана олардың мұрты ғана ұқсас болғаннан кейін оларды ұқсас деп жатты. Алайда ол шын мәнісінде олай емес, бұл менің жеке ойым, бірақ оған бірнеше дәлелдер бар. Ол Базаркомды қорғап шыққаннан кейін ғана оның лақап аты Алмаз Базарский, және де Алмаз Базарскийдің баласы мен Сержан Братанның баласының арасындағы қақтығыс, яғни төбелес кезінде олар проблеманы ескі әдіспен шешуді жөн көреді. Ол ескі әдіс және де тексерілген әдіс, ол бұрынғы болған екеуінің арасындағы бірге бір шығу әдісі болған болатын, және де олар өздерінің бір сөзінде біздің кезіміздегі төбелес өте қатты болған болатын. Тіпті Хабиб пен Конор Макгрегордың өздері демалады деген сөз тіркесін қосады. Яғни бұл деген сөз, яғни бұрын екеуі бір-бірімен төбелескен екендігін аңғартып тұр, және де олар бірінші серияда төбелескен болатын. Бұл жігіт шын мәнісінде Сержан Братан сериалының бірінші сериясында Базаркомның жағына шығып, Базаркомда қорғаған жігіт, яғни Айдос Братанның братишкасы болған болатын. Және де Алмаз Базарскийдің көтеріліп кеткендігін барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, және де ол сондай деңгейге жете тұра өзінің кругында болған Сержан Братан комада болған кезде оның отбасына көмектескен жоқ, және сонымен қатар өзінің кругында болған Булаға көмектесетін еді. Алайда ол мүлдем көмектескен жоқ, себебі олар бір кругтың адамы емес. Сіздер де қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийға осымен бөлісіп жаза кетіңіздер. Келесі видео осы жақын аралықта шығып қалуы мүмкін. Бұл жалпы қазақстандық Netflix саналатын Сәлем Social Mediaдағы негізгі сериалдардың ұқсастықтары туралы айтатын болам, және де бұл ұқсастық қазіргі қоғамның дерті деп ойлаймын. Сәлем Social Media сериалдарының ұқсастықтарын көргілеріңіз келсе, жаңа видеоны міндетті түрде комментарийға соны күтетіндеріңіз туралы міндетті түрде жазып кетіңіздер. Осылайша бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі разбор талдау ұнады деген ойдамын. Қолдау ретінде білесіздер не істеу керек екенін. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Қош, сау болыңыздар.